Слайд шықпай тұр, мен сіздерге оқып беремін, чатқа жіберемін. Қайырлы күн әріптестер. Қалдарыңыз қалай? Оқу жылының аяқталуымен сіздерді құттықтаймын. Енді аз ғана уақыт қалды, бірақ күн. Роза ханым, сіздің даусыңыз жаңғырып жатыр. Сол мына жерде телефон. Все, енді естіліп тұр ма? Енді естіліп тұр ма? Жоқ, жаңғырып жатсыз тағы да. Жақсы, кеттік ары қарай. Әріптестер, енді жаңғырып жатқан жоқ, е? Иә. Бүгінгі біздің тақырыбымыз оқу жылы аяқталды. Енді жазғы сауықтыру кезеңі басталады. Сіздерді оқу жылының аяқталуымен шын жүректен құттықтаймын. Енді жаздың күні демаласыздар. Жақсы демалыс болсын. Келесі жылға жақсы шығармашылық көңіл күйде, денсаулықтарыңызды түзеп, ойдағыдай келесі жылы жаңа оқу жылында жақсы жұмысты бастайды деген ниеттемін. Бүгінгі тақырып осы бірінші июньнен бастап бізде жазғы сауықтыру жұмыстары жүргізіледі, е. Соған байланысты сіздерге қандай әдістемелік ұсынымдар бар, соны айтып өтейін. Негізгі тақырып мектепке дейінгі ұйымда жазғы сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар. Мектепке дейінгі ұйымның жазғы сауықтыру кезіндегі негізгі мақсаттары балалардың денсаулығын нығайту, сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру және танымдық қызығушылықтар мен шығармашылық қабілеттерін дамытуға тиімді жағдай жасау. Жаз мезгілі, сіздер өздеріңіз білесіздер, негізгі көбіне балалар таза ауада болу керек. Өйткені баланың ағзасы шынығады, иммунитеті нығаяды. Олар өйткені күнге күйеді, суға түседі, шынығып, келесі оқу жылына дайындалады. Яғни бала өседі, шынығады. Жан-жақты дамуына оң әсер етеді таза ауа мен су жазғы мезгілдегі және шынықтыру шаралары. Жазғы сауықтыру жұмыстары физикалық және психикалық денсаулықты нығайтуға, танымдық белсенділікті арттыруға, шығармашылық қабілеттерді дамытуға және ата-аналарға әдістемелік қолдау көрсетуге бағытталады. Жазғы мерзім 1 маусымнан 31 тамызға дейін, яғни 3 ай жазғы сауықтыру кезеңі болып саналады. Нормативтік негізге сүйенетін болса, Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрлігінің 22 жылғы 31 тамыздағы 385 бұйрығына сәйкес жасалған бұл жазғы сауықтыру жұмыстары. Келесі, ең бірінші осы жазғы сауықтыру жұмысына дайындаламыз, яғни дайындық кезеңі. Қандай негізгі жұмыстар жасалады? Жазғы кезеңге арналған жоспар құрылады. Қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулық өтеді педагогтар. Серуен алаңдарын, спорттық және ойын құралдарын дайындайды. Дамытушы ортаны жаңартады. Ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын ұйымдастырады. Балалардың денсаулық жағдайын бақылайды. Яғни бұл негізгі жұмыстар дайындық кезеңінің. Одан кейін ұйымдастыру кезеңі. Ұйымдастыру кезеңіне Марта апай, даусыңызды өшіріп жібересіз ба? Қазір.
қосылып тұр аха. Роза ханым арасында зал ожиданияда адамдар кейде күтіп қалады, иә? Қазір Қосып қарап қойдым. жіберейін. Қоспаңыз ба? Жақсы. Енді ұйымдастыру кезеңіне келетін болсақ, ұйымдастыру кезеңінің бағыттары физикалық даму бағыты, коммуникативтік дағдыларды дамыту, танымдық және зияткерлік әрекеттер, шығармашылық пен театрландырған ойындар, әлеуметтік эмоционалдық тәрбие және экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Осы жыл бойы жүргізілген 5 бағыттық жұмыс ары қарай жалғастырылады. Негізгі іс-әрекет кезеңі қандай? Негізгі бағыттарымыз қандай енді? Бұл таза ауадағы ойындар, таңғы жаттығу, шынықтыру шаралары, спорттық ойындар мен эстафеталар, экскурсиялар мен серуендер, шығармашылық және зерттеу әрекеттері. Яғни жаз мезгілінде таза ауада балалармен ойындар ойнаймыз. Таңғы жаттығуды далада істейміз. Балаларды далада қабылдаймыз. Шынықтыру шараларын жүргіземіз. Шынықтыру шараларына жаздың күні порчиканы ашық қойып ұйықтатуға болады балаларды. Далада жүргенде балаларды жалаң аяқ жүргізуге болады. Келгеннен кейін ішке аяқты жууға болады. Одан кейін спорттық ойындар мен эстафеталық ойындар ұйымдастырамыз. Экскурсиялар мен серуендер, яғни экскурсиялар музейлерге апаруға болады, ата-аналармен бірге ұйымдасып, парктерге серуендерге шығуға болады. Немесе жаңағыдай сауықтыру орындарына баруға болады. Бізде қалада көптеген бассейндер бар, тағы да басқа спорттық мекемелер бар. Сондай жерлерге апаруға болады балаларды. Әрине, бұл жерде енді қауіпсіздік ережесін сақтау керек. Ата-анамен бірде бірлесіп, ата-ананың келісімі бойынша ұйымдастырылады. Енді қорытынды кезеңде не жүргізіледі? Қорытынды кезеңдегі негізгі жұмыстар, яғни сіздер 3 ай бойы осы жұмыстарды өткізгеннен кейін, тамыз айынан соңында біз бірінші педагогикалық кеңесті өткіземіз. Сол кезде сіздер есеп бересіздер. Бұл жерде не туралы болады? Сіздер балалардың жетістіктерін талдайсыздар, жазғы сауықтыру кезінде жасаған жұмыстарына байласты. Өткізген іс-шараларға қорытынды жасайсыздар, қандай іс-шаралар өткіздіңіздер. Ата-аналармен кері байланыс ұйымдастыру, қандай кеңестер бердіңіздер жазғы мезгілге байланысты. Осы жерде тоқтап айтып кетейін, ата-аналарға қандай кеңестер беруге болады. Күн сәулесінің өтіп кетпеуі, яғни баланы бас киімсіз әкелмеу балабақшаға, су режимін сақтау, одан кейін түрлі жәндіктер болады, жаздың күні балаларды шағатын, содан сақтану, улы өсімдіктер болады, соларды жеп қоймау. Осындай бағытта ата-аналарға кеңес бересіздер. Жаңағыдай бірлесіп, сосын экскурсия серуендерді ата-аналармен бірге ұйымдастыруға болады. Мүмкін театр көріністері ата-аналардың келісімімен, егерде төлейміз театр келсін десе, сонда ұйымдастыруға болады. Одан кейін педагогтың жұмыс нәтижесін бағалау. Бұны әрине әдіскер жүргізеді. Сосын жаңа оқу жылына ұсыныстар әзірлеу. Келесі жылғы жазғы сауықтыру жұмыстарына тағы да қандай жұмыстар жүргізуге болады. Осы жазғы жұмысты жүргізу кезінде өздеріңізге қандай да бір ескеретін жағдай болса, соны ұсыныс ретінде айтуыңызға болады. Соны жоспарға кіргізсек деген сияқты. Өздеріңіз, ойларыңыз, идеяларыңыз. Келесі, жаңа айтып өткендей, біздің 5 бағытымыз бар, балалардың дағдысын дамытатын. Осы 5 дағды бойынша жұмыс жасаймыз. Негізгі міндеттеріміз қандай? Ең бірінші міндетіміз салауатты өмір салтын қалыптастыру. Балалардың қимыл белсенділігін арттыру, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, әлеуметтік эмоционалдық дағдыларын жетілдіру және қауіпсіз орта ұйымдастыру. Далаға серуенге шыққан кезде де жаңағы топырақ салынған өзіміздің неміз бар, песочниктарымыз, соған су құйып отыру керек, ыстық су, оны беті жабық тұру керек. Өйткені ит мысықтар жүреді, жаңағыдай дәрет алып кетуі мүмкін, оның беті жабық болу керек. Таңертең міндетті түрде ыстық су құйылып отырады бір шелек. Серуенге шығардың алдында участокты барып жинап келу керек сүртіп шаңдарын. Қауіпсіз жаңағыдай әйнек, жаңағыдай тас, әртүрлі балалардың өміріне қауіп келтіретін заттар жоқ екен, соны тексеріп жинап шығу керек. Содан кейін барып балаларды шығару керек серуенге. Бұл қауіпсіздік жағдайын туғызу балаға.
Келесі физикалық құзыреттілікте нені дамытамыз? Ол күнделікті сіздерде осы жүріп жатқан жұмыс балалардың мәдени дағдыларын, гигиеналық дағдыларын дамытамыз. Қауіпсіз өмір сүру дағдыларын қалыптастырамыз. Яғни жаңағыдай қауіпсіздік жағдайларын туғызамыз. Қимылды және ұлттық ойындарды өткіземіз осы жазғы мезгілде. Спорттық жаттығулар, спорттық ойындар өткізуге болады. Яғни физикалық құзыреттілікте баланың қимыл белсенділігін дамыту, бір сөзбен айтқанда. Ал коммуникативті құзыреттілік дағдыларын дамытқан кезде нені дамытамыз? Балалардың сөздік қорын байыту, жаз мезгіліне байланысты. Бұл жерде жаз мезгілі туралы өлең тақпақтар үйрену, әртүрлі ойындар үйрену, театр ойындарын сахналап қою. Осы кезде баланың сөздік қорын байытамыз, дыбыстарды дұрыс айтуға үйретеміз. Қарым-қатынас мәдениеті, яғни бір-бірімен қарым-қатынас жасауы, балалардың мәдениетті түрде сөйлеуі, бір-біріне құрдастарына деген жаңағы қарым-қатынасы. Көркем әдебиет оқып беру, әңгімелер және талдау. Әңгімелеп және оны талдау, ертегілер оқып беру. Бұл коммуникативті құзыреттілік дағдыларын дамығанда дамытатын дағдылар, қолданатын. Дағдыларды дамыту үшін қолданатын осы іс-әрекеттер. Одан кейін танымдық және шығармашылық құзыреттілік дамытамыз. Бұл жерде құрастыру әрекеті, креативті ойлау, зерттеу әрекеттері, театралдырған ойындар, көркем эстетикалық талғам, жаңа айтып отырмын сіздерге. Зерттеу әрекеті балада далада жүрген кезде жәндіктерді зерттеуге болады, гүлдерді зерттеуге болады, ағаштарды, құм, топырақ, жаңағы ауа райы, құстар ұшып бара жатқан, жалпы даладағы көліктер, адамдар, бағдаршам, осының бәрін далаға шыққанда бақылауға болады. Зерттеу әрекеттерін жүргіземіз, құмға, суға, әртүрлі зерттеу әрекеттерін жүргізуге болады. Одан кейін әлеуметтік эмоционалдық дамуы құзыреттілігінде нені дамытамыз? Баланың қоғамдағы мінез құлқы. Енді ортаға, қоғамға баланы тәрбиелейміз, жақсы мінез құлқын баланың. Сосын дербестікке тәрбиелеу, яғни өз бетінше жұмыс істей білуге баланы тәрбиелеу. Жанашырлық пен сыйластыққа тәрбиелеу, отанға деген құрмет, экологиялық мәдениет, айналасындағы қоршаған әлемді қорғай білуге, ағаштарды сындырмау, гүлдерді жұлмау, жәндіктерді өлтірмеу деген сияқты, оларды күту, суару, осы туралы білімдерін дамытасыздар. 5 бағыт бойынша. Келесі, тәрбиелеу білім беру процесіне қатысушылар, кімдер қатысады? Бізде мектепке дейінгі ұйымда, жалпы сіздер білесіздер, бізде 3 деп айтсақ та болады, бар. Бұл педагогтар, ата-аналар және балалар. Қандай да тәрбиелеу оқыту жұмысын жүргізсеңіздер де, бұл жерде ата-ананың қатыспауынша сіздер оны жалғыз өздеріңіз қатыса алмайсыздар енді. Жалғыз өздеріңіз өтсе алмайсыздар. Өйткені сіздер балабақшада тәрбиелесеңіздер, ата-ана үйде тәрбиелейді. Сонда педагогтың басты міндеті қандай? Қауіпсіздікті қамтамасыз етеді, жаңағы жоспар құрады жазғы, ата-анамен жұмыс жүргізеді. Ал ата-аналардың міндеті қандай? Ата-аналар сауықтыру шараларына қатысады. Яғни қандай да бір өткізсеңіздер, ата-аналар келіп қатыса алады балалармен бірге. Жаңа спорттық ойындарға қатыстыруларыңызға болады, экскурсияға, серуенге, кез келген жазғы күні өткізетін іс-шараларыңызға ата-аналарды қатыстыруға болады. Және шынықтыру жұмыстарын қолдайды ата-аналар. Яғни сіздерге көмектеседі. Балалардың қызметі қандай? Балалар белсенді әрекетке қатысады, шығармашылық қабілеттерін көрсетеді. Яғни осы әрекеттердің бәріне балалар қатысады белсенді, өздерінің шығармашылық қабілеттерін көрсете білу керек екен. Енді ұйымдастыру кезеңдері қандай болады? Бұл ұйымдастырушылық ақпараттық кезең. Ақпараттық кезең деп жаңа айтқаным, ол ата-аналарға әртүрлі кеңестер ұйымдастыру. Осы кеңестер туралы сіздерде папка передвижка бар, соған салып қоюға болады жазғы мезгілде. Жаңа күн өтпеу, жаңа айтып жатырмын, жәндіктердің шағуынан, өсімдіктерден уланудан, осындай. Сосын дұрыс тамақтану жаздың кезінде. Әртүрлі жаңа жеміс жидектер піседі, балалар жеп, жаңағы отравление
жатады. Сондай жағдайларды туралы ескертіп, осындай кеңестер ата-аналарға жазып қоюға болады, папка передвижкаға. Одан кейін әдістемелік жұмыс. Енді әдістемелік жұмыс осының бәрін қадағалайды, әдіскер сіздердің жаздың күні жүргізген жұмыстарыңызды. Сонымен қатар әкімшілік бақылау болады бұл жерде жүргізіп жатқан жұмыстарға. Келесі, жазғы сауықтыру шаралары қандай жұмыстар жүргіземіз? Жаңа айтып отыргендей, таңертеңгі қабылдау, таңертеңгі жаттығу, дене шынықтыру, серуен, қимылды ойындар, экскурсиялар, шынықтыру шаралары. Осы іс-әрекеттердің барлығы жазғы мезгілде жүргізіледі. Бұл жерде енді айтып жаттым, бала көп уақытты далада таза ауада өткізу керек, өйткені шынығу керек, денсаулығын түзеу керек бала. Күнге неғұрлым көп бала, неғұрлым суға шынықса, қыста соғұрлым бала аз ауырады. Өйткені оның иммунитеті жоғарылайды, бүкіл қажетті витаминдерді күннің көзінен алады. Ал серуеннің маңызы қандай осы жаз кезінде өткізетін? Серуен барысында қимылды ойындар өткіземіз. Сіздер білесіздер, серуен 3 бөлімнен тұрады: бақылау, жана еңбек, одан кейін ойын. Осы іс-әрекеттерді өткіземіз. Қимылды ойындар жүргіземіз. Бақылау, жаңа айтып өттім, ағаш, күннің көзі, ауа райы, жәндіктер, өсімдіктер, осылардың барлығын бақылауға болады. Зерттеу әрекеттерін жүргізуге болады. Еңбекке баулу балаларды, жаңағы участокты жинаған кезде өздерінің ойнайтын жерлерін сыпыру, сол жерде қоқыстарды жинау, немесе ойыншықтарын жинау, аптасына бір рет. Негізінде күнде жуылу керек. Жұма күні далада қолданатын ойындарды, ойыншықтарды ішке кіргізіп, оларды жуып тазалап отыру керек. Сонымен бірге балаларды табиғатты бақылауға үйретеміз, ұйымдастырылады осы табиғатты бақылау. Осы шаралардың барлығы серуенде жүргізіледі. Келесі маңызды бір ұйқы мен сауықтыру. Күндізгі ұйқыны ұйымдастыру. Сіздер білесіздер, жаз мезгілінде балалар көбірек ұйықтайды. Мысалы, 1-ден сағат 3:30-ға дейін солай. Өйткені ұйқымен де бала өседі. Ашық жаңағы форточканы ашып қойса, таза ауада ұйықтап үйрету керек. Ол да бір шынықтырудың түрі балаларда. Бұл жерде күндізгі ұйқыны дұрыс ұйымдастыру керек. Олардың алдында баяу музыка қойып қою керек балаға. Бесік жырын айтуға болады. Оятқан кезде балаларды бірте оятамыз. Ұйқыдан тұрғаннан кейін балалармен тыныс алу жаттығуларын жасатамыз, денелерін шынықтыру үшін. Денсаулық жолдары, яғни сіздерде топтарыңызда бар, жерге төселіп, балалар аяқты плоскостопия дейміз, содан нететін әртүрлі сіздерде алашалар бар, солардың үстінен жүргізу керек баланы, оны жыл бойы жасалады. Одан кейін келесі шынықтыру шаралары. Қандай шынықтыру шаралары? Жаңа алдында да айтып өттім, салқын сумен жуыну, ауа мен ванналары, су процедуралары, тыныс алу жаттығулары, дене жаттығулары. Осылардың барлығы шынықтыру шараларына жатады. Одан кейін ата-аналармен жұмыс. Жаңағы сіздер беретін кеңестеріңізді, консультацияларыңызды онлайнда беруге болады. Сол материалды дайындасаңыздар, жаңағы күн өту, баланың жаңа бас киімді кию жаз кезінде, немесе витаминдерді жеуі, дәрумендерді, немесе сумен шынығуы, жаңа насекомдардан шағып алмау үшін байқау керек, қандай іс-шаралар жүр. Осылардың барлығында консультацияларды электронды түрде дайындап, ата-аналардың чатына да жіберуге болады. Ата-аналармен бірге шеберлік сағаттарын өткізуге болады, осы бағытта жазғы жүргізілетін жұмыстарға байланысты. Вебинарлар өткізуге болады, психолог, логопед кеңестерін айтуға болады. Өйткені жаз кезінде де қазір бізде сөйлемейтін балалар көп, солармен де жаңағыдай қосымша жұмыстарды жүргізуге болады. Әлеуметтік желілер арқылы байланыс, яғни WhatsApp арқылы болсын, Telegram арқылы болсын, ата-аналарға сіздер ылғи связға шығып отырасыздар. Жалпы осы жұмыстардың бәрін дұрыс жүргізілсе, нәтижесі қандай болады? Яғни жазғы сауықтыру кезеңі балалар денсаулығын нығайтады, белсенділігін арттырады, шығармашылығын дамытады, әлеуметтік бейімделуге ықпал етеді. Осы жұмыстардың жасалған кезде берілетін нәтиже осындай екен. Келесі, негізгі жазғы сауықтыру жүйесінің негізгі бағыттары қандай?
Тағы да қайталап айтып өтем. Дене шынықтыру сауықтыру жұмыстары. Ол таңертеңгі жаттығу, спорттық және қимылдық ойындар, дене шынықтыру мерекелері, әртүрлі жазда өте көп іс-шаралар өткіземіз. Одан кейін шынықтыру шаралары, жаңа тағы да айттым, күн ауа ванналары, жалаң аяқ жүру, су процедуралары. Балалар туризмі дейміз. Туризмге жатады жаңа серуендер, экскурсиялар. Табиғат аясында бақылау. Табиғатқа да серуенге шығуға болады. Иә, далада тамақтанып, балалар өздерімен бірге алып шығып, жерге жаятын жаңағыдай кішкентай покрывал кілемшелерін алып шығып, тамақтарды алып шығып, таза ауада да балалармен тамақтануға болады. Бірақ жаңағы балалар ішетін тамақтар балалардың денсаулығына зиянды заттар емес, қажетті тағамдарды алып шығу керек. Енді осы жерде пайдалы тамақтануда жемістер мен көкөністер, шырындар, дәрумендер, тағамдар жазғы мезгілде берілу керек балаларға. Одан кейін профилактикалық жұмыстар. Бұл жерде профилактикалық жұмыстар, жаңа айтып жатыр, жалпақ табандылықтың алдын алу. Сколиоз профилактикасы балаларды, ребристе доска дейміз ғой, ағаштан жасалған әртүрлі кедергілері бар тақтайшалардың үстінен жүргізу керек балаларды. Көру қабілетін сақтау жаттығулары, көзге гимнастика, яғни үстіне жанынан әртүрлі қимылдар жасап, көз гимнастикаларында жүргізуге болады. Одан кейін жаңа ата-аналармен жұмыс, тағы да қайталап айтып отырмын, кеңестер, ағарту жұмыстары, бірлескен іс-шаралар. Енді осы жазғы сауықтыру мезгілінде жүргізілетін құжаттар тізімі. Қандай құжаттар жасаймыз? Мектепке дейінгі ұйымның жазғы сауықтыру кезіне алған жұмыс жоспарын әдіскер жасайды. Ол жоспар жасалуы тұр, дайын. Мен сіздерге жіберемін чатқа. Жазғы сауықтыру кезеңіндегі күн тәртібі, оны да жіберемін сіздерге ертең барлығын. Бүгін даже кешке дейін жіберем. Жазғы мерзімге арналған ұйымдастырған іс-әрекет кестесі, қандай іс-әрекет өткіземіз? Соны кестесін жіберемін жас ерекшелігіне сәйкес балаларға. Және осы 24-ші жылы балаларды ерте дамыту институтының құрастырылған перспективалық жоспары бар. Әр аптаның өзінің тақырыбы бар. Жоспардың балалардың жас ерекшелігіне сәйкес. Бұл жерде кіші топ деп беріледі, және мектепке дейінгі жас деп екіне беріледі. Кіші жасқа әрине 2 жастағы балаларды аламыз, ортаңғы ересекке мектепке дейінгі жастағы балалардың перспективалық жоспарын аламыз. Өйткені осы 1 июньнен бастап мектепке баратын балалар кетеді, сондықтан мектепке дейінгі мектеп алды тобын балаларына ұйымдастырылған іс-әрекеттің кестесін, жаңа перспективалық жоспарларды жасамаймыз. Егер де балалар толықтай сіздердің топтарыңызда қалып жатса, онда жасауға болады. Одан кейін осы перспективалық жоспарға сәйкес жазғы сауықтыру кезеңін ұйымдастырған іс-әрекет циклограммасы бар. Ол циклограммалар да бар дайын. Осы циклограммаларды мен берем сіздерге. Жалпы құжаттар тізімі түсінікті, жаз кезінде біз жаңағы 5 бағыт бойынша денсаулық, коммуникативтік, танымдық, шығармашылық, әлеумет осы бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Өткені мамыр айында біз қорытынды мониторинг жасаған болатынбыз. Ол жерде сіздерде енді кіші топтарда төменгі деңгей балалар бар болса, немесе орташа деңгейдегі балалар, осы балалармен жаз бойы жұмыс жасаймыз. Жаңа оқу жылына дейін балалардың осындай жаңағы сіздерде өзі жеке даму картасында жазылып тұр. Мамыр айынан тамыз айының арасында, маусым мен тамыз айының арасында балалармен түзетушілік жұмыстар жүргізіледі деп. Түзетушілік жұмыстар осылар. Жаңа балалар әріптерді дұрыс айта алмайтын болса, физикалық тұрғыдан жетіспеген балалар болса, жылдың соңында туған балалар болғанмен, бар балалар дене қимыл қозғалысы жетілмеген, немесе жаңағы дұрыс сөйлей алмайды, немесе жаңағы танымдық қабілеті төмен. Осы балалармен жазда жұмыс жасаймыз. Негізінде жазғы мезгілде көбіне шығармашылықты қолданамыз, танымдық зерттеушілік, жаңа айтып отырмын, зерттеу жұмыстар әртүрлі. Жәндіктерді зерттеуге болады, суды, құмды далаға шыққанда. Осындай зерттеу жұмыстарын жүргізуге болады балалармен.
Одан кейін сурет, жапсыру, құрастыру, музыка, дене тәрбиесі ұйымдастырған іс-әрекеттері жазғы мезгілге қалады. Сонымен қатар тіл дамытуды өткіземіз. Өйткені сіздер сахналық көріністер қоясыздар, иә, балаларға тақпақ үйретесіздер жаз туралы өлең айтасыздар. Сондықтан да ертегілер оқисыздар. Тіл дамыту ұйымдастырған іс-әрекеті де жүреді. Сіздерде ұйымдастырған іс-әрекетте көбіне танымдық іс-әрекеттер, сосын шығармашылық іс-әрекеттер, коммуникативтік, физикалық тұрғыдан да болады, енді әлеуметтік та болады, өйткені сіздер жаңа бір-бірімен құрдастармен қарым-қатынасты ортада, мәдени орындарда, яғни автобустарда, немесе театрларға барғанда балалар өздерін қалай ұстау керек, әлеуметтік тұрғыда да балалардың мәдениеттілігін дамытамыз, тәрбиелейміз осы бағыт. Жалпы жазғы сауықтыру мезгілінде жүргізілетін жұмыстар осылар. Сіздер перспективалық жоспарларыңыз дайын, жазғы ұйымдастырған іс-әрекеттің циклограммасы дайын. Әрбір айда 4 апта бар, 4 аптаның өзінің тақырыбы бар, соған сәйкес іс-шаралар. Апта сайын аптасына 1 рет балалармен далада көңілді іс-шаралар өткіземіз. Ол көпіршіктер күні ма, ол жаңағыдай шляпа күні ма, оны өздеріңіз ұйымдастыруға болады. Көңілді әртүрлі. Қазір интернетті ашсаңыздар, неше түрлі іс-шаралар бар, жаздың күні балалармен өткізіп. Осы іс-шараларды өткіземіз балалармен қызықты етіп. Өйткені жаздың күні балалар еркін жаңағыдай ойнап, көбіне далада болу керек, сосын тек қана далаға шығарып, қайтып кіргізбей, осындай ойындарды өткізу керек. Ұлттық ойындарды өткізіңіздер балалардың жас ерекшелігіне сәйкес. Қимылдық ойындар, спорттық ойындар, эстафеталық ойындар, далада құралдарыңызды алып шығып. Балалармен осы жұмыстарды міндетті түрде жаздың кезінде өткізу керек. Енді жалпы қорытындылай келе, жазғы сауықтыру кезеңін тиімді ұйымдастыру балалардың денсаулығын нығайтып, олардың белсенді шығармашыл және жан-жақты дамыған тұлға болып қалыптасуына ықпал етеді. Жалпы бір сөзбен айтқанда, жазғы сауықтыру деп өзі аты да айтып тұр ғой, балаларды шынықтырамыз, денсаулығын нығайтамыз, шығармашыл, жан-жақты болған және белсенділігін барлығын арттырамыз балалардың. Балалармен көбірек ойын ойнаймыз, көбірек таза ауада өткіземіз. Ауа райы жаңағыдай жақсы болып тұрса, бала әбетке дейін жаңа күн қатты ыстық болса, ертерек шығу керек бала. Сіздерде 10-ға дейін уже бала 9:30-да уже балаларды далаға шығаруға болады. 2 сағат, 2 сағат жарым 12-ге дейін балаларды далада қыдыртуға болады. Бала далада көп болу керек таза ауада, жаз мезгілінде. Бүкіл осы өткізетін іс-шараларыңызды далада өткізуге болады. Жалпы сауықтыру іс-шаралары туралы осы айтайын дегенім. Сіздерге қазір планды жіберген кезде ол жерде әр аптаның өзінің тақырыбы бар деп айттым. Сол әр аптаның тақырыбына сәйкес әртүрлі іс-шараларды өткіземіз. Қысқа қылып өткізсеңіздер де мазмұнды болсын. Жаңағыдай түсіргенде видеоға, фотоға түсіресіздер, кейін тамыз айында сіздер осы жаз бойы жасалған жұмыстарыңызды қорғайсыздар. Жаз мезгілінде жақсы жұмыс жасады. Соны көретін боламыз. Бәріңізге түсінікті деп ойлаймын. Қандай да бір сұрақтарыңыз бар ма? Жазғы сауықтыру жұмыстары туралы, өткізу туралы. Әріптестер, естіліп тұр ма? Саламатсыз ба? Иә. Жазғы осы сауықтыру туралы презентацияға істеген бе, соны чатқа жібере саласыз ба? Тақырыптарын, планын. Иә, план барлығын жіберем қазір сіздерге чатқа, Жақсы. коллективқа жіберем барлығын. Рахмет.